Сәлем достар, бүгін осындай ресторандағыдай өте дәмді жұмсақ болып шығатын пицца жасаймыз үй жағдайында. Жылы суымызды, сұйық майымызды, тұзымыз, қантымыз, дрожжымызды салып барлығын араластырып аламыз. Достар, маған жазылуды ұмытпаңыздар, күнделікті рецепттер шығып тұрады. Барлығын венчикпен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне ситадан өткізілген ұнымызды істеп жұмсақ қамыр илейміз. Осы видеода көрсетілгендей осылай ішін астынан жоғары істесеңіздер, қамырыңыз күшті болып шығады. Осындай жұмсақ қамырымызды жылы жерге бір 30-40 минутқа қоямыз. Қатты ашудың қажеті жоқ. Соусымызға кірісеміз. Соусымызды осылай күшті болып шығады, енді айта алмаймын сөзбен. Ең күшті. Осы мастер-класстарда береді, тегін беріп жатыр мен сіздерге. Осылай помидорымыздың үстіне ыстық су құйымыз. Бетін 15 минутқа жауып қоямыз. Сол кезде сырты тез ашылатын болады. Сыртын ашып болғаннан кейін блендердің көмегімен езіп аламыз жақсылап. Бір келкі масса болу керек, түйіршіктер болмау керек ішінде. Сол кезде соусымыз әп-әдемі болып шығады. Соусымыздың сұйық майымызды табамызға және де сарымсағымызды қызыл бұрышымыз тәтті болу керек, ашты болуға болмайды. Және орегано немесе базилик қоссаңыздар болады. Осылай бір 2 минуттай қуырып аламыз. Қатты күйіп кетпеу керек. Ол кезде соустарыңыз дәмсіз болып қалады. Томатымызды үстіне құйып, бір 5-6 минуттай баяу отта пісіріп аламыз. Үстіне қант салсаңыздар дәмді болады. Осылай бұрқылдап қайнауы тиіс. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Ұнымызды салып, жұқалап жайып аламыз. Қолмен жайсаңыздар да болады, немесе оқтаудың көмегімен жайсаңыздар да болады. Өйткені қамырымыз жұмсақ. Жұқалап жая берсеңіздер болады, өйткені тестамыздың ішінде сұйық май бар. Сол үшін ол қатып қалмайды. Үстіне соусымызды құйып, кез келген начинкаңызды салуға болады. Бірінші астына сырымызды, үстіне колбаса немесе барлық қалаған заттарыңыз үстіне қойыңыздар. Сол кезде әдемі болып шығады ресторандағыдай. 5-10 минуттай пісіріп аласыздар. Сіздермен болған Гүлдана. Ас болсын.